Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары 3 тоқсан бойынша алынатын ТЖБ тапсырмасының бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары және осы алгебра пәнінен бөлек физика және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар бұл ТЖБ-да 4 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 20-ға тең. Бірінші есеп тиімді тәсілмен есептеңдер. 12-нің кубы қосылған 17-нің кубы екі өрнектің кубтарының қосындысы деген формулаға саламыз. Ол жүктеледі, яғни көбейткішке жүктеледі. 12 қосылған 17 деп аламыз. Бірінші жақшаны. Келесі жақшаға толымсыз квадратын жазамыз. 12-нің квадраты минус 12 көбейтілген 17 қосылған 17-нің квадраты. Бөліміне 29-ның өзі жазылады. Азайтамыз 12 көбейтілген 17-ні. Мұнда оқушылар екеуін қосатын болсақ 29 болады. Мұндағы 29-мен қысқарады. Сонда бізде қалады 12-нің квадраты 12 көбейтілген 17 қосылған 17-нің квадраты. Азайтамыз 12 көбейтілген 17-ні. Енді оқушылар 12-нің өзі жазылады, яғни квадраттап жазамыз. Мұнда бізде минус 12 көбейтілген 17 және минус 12 көбейтілген 17 екеуі. Сонда бүйтіп жазсақ болады. 2 көбейтілген 12 көбейтілген 17 қосамыз. Қосу 17-нің квадраты. Оқушылар бізде формулаға түседі. Яғни а квадрат минус 2 еселенген а көбейтілген б қосылған б-ның квадраты. Сонда 12 азайтылған 17-нің квадраты деп аламыз. Мұнда 12-ден 17-ні азайтамыз. Үлкен саннан кіші сан азайтылады. Минус 5 болады. Оған квадраттаймыз. Сонда тең болады 25-ке. Келесі тапсырмасы көп мүшені көбейткіштерге жүктеңдер. 3b куб азайтылған 192, екеуінің ішінде де 3 деген сан бар. Ортақ көбейткіш болып жақшаның алдына шығады, сонда жақшаның ішінде қалады b куб азайтылған 64. Бұны былай жасақ болады, b куб азайтылған 64 бізде 4-тің кубы. Енді екі өрнектің кубтарының айырымы деген формулаға саламыз. Сонда былай жазылады. Бірінші кубсты жазамыз. b азайтылған 4, келесі жақшаға b-ның квадраты толымсыз квадратын жазамыз. b-ға көбейтеміз 4-ті, қосамыз 4-тің квадратын, яғни 16 болады. Енді оқушылар келесі мұнда 9s квадрат минус 30 көбейтілген cz қосылған 25 z-тің квадраты. Оқушыларына бізде қысқаша көбейту формуласына түседі, яғни екі өрнектің айырымының квадраты дегенге түседі. Мұндағы екі шеткі мүшені квадратсыз аламыз. Сонда 3s азайтылған 5 z-тің квадраты болады. Енді мұндағының мұнда бізде 12, 20, екеуінің ішінде 4 деген сан бар. Жақшаның алдына шығады, сонда жақшаның ішінде қалады 3s азайтылған 5z. Енді оқушылар мұнда мінекей жақшаның ішіндегі өрнектер ұқсас, сонда былай алсақ болады. Мұнда бізде квадраты екеуі бірдей болғандықтан бір жақшаға алынады, келесі жақшаға мұнда біреу кетті, енді біреу қалды. 3s азайтылған 5z қосылған 4 болады. Мінекей осылай жүктеледі. Келесі үшінші тапсырмасы өрнекті ықшамдаңдар. Оқушылар мына өрнекті ықшамдаймыз. Егер b тең 5 болса, онда мұндағы берілген өрнегінің мәні 420-ға тең болатынын дәлелдеңдер. Оқушылар ең алдымен мына өрнекті ықшамдап аламыз. Екі өрнектің айырымының квадраты ол ашылады. Бірінші өрнектің квадраты
Минус 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі. Екені көбейтеміз, 12b 2 еселейміз, 24b болады. Қосамыз екінші өрнектің квадратын, ол тең болады 36-ға. Енді қосу, мұнда бізде а минус б, а плюс б деген формулаға түседі, ол ықшамдалады. А квадрат минус б квадрат болып, а дегеніміз 3b, б дегеніміз минус 2, сонда 9b квадрат минус 4 болады. Қосамыз 43b-ні, азайтамыз 32-ні. Енді ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Мұнда 4b квадрат, 9b квадрат таңбалары бірде қосылады. 13b квадрат болады. Минус 24b, мұнда мінеке 43b, сонда 19b болады. Енді сандарға келетін болсақ, мұнда плюс 36, мұнда минус 4, минус 32, минус 36 болады. Сонда мына сандар қысарып кетеді екен. Енді оқушылар А тапсырмасы бойынша өрнекті ықшамдадық. Енді Б тапсырмасы бойынша Б бізде 5-ке тең болған кездегі мына өрнектің мәні 420-ға тең болатынын дәлелдейміз. Б-ның орнына 5-ті қоямыз. Он үш көбейтілген 25 қосылған 19-ға 5-ті көбейтеміз, 95 болады. Үш 25 қосамыз 95-ті 420-ға тең болады. Неге оқушылар 420-ға тең болғанын дәлелдедік. Соңғы тапсырмасы екі санның квадраттарының айырымы 52 және осы сандардың қосындысы 26-ға тең, берілген сандарды табыңдар. Оқушылар бірінші санды x деп аламыз. Ал екінші санды y деп аламыз. Енді осы сандардың квадраттарының айырымы 52-ке тең. Ал олардың қосындысы 26-ға тең. Осыны жүйетіп шығарсақ болады. Енді оқушылар, мұнда бізде а квадрат минус б квадрат деген формулаға түседі, ол ашылады. А минус б, а плюс б болып, сонда x азайтылған y, x қосылған y деп аламыз. Тең болады 52-ке. Енді былай алсақ болады. Мұндағы x қосылған y-тің орнына 26-ны қоямыз. Мұндағы 26 мен 52 екеуі де 26 деген санға қысқарады. Сонда x азайтылған y тең болады 2-ге. Енді былай алсақ болады. Бізде x қосылған y тең болды 26-ға, ал x азайтылған y тең болды 2-ге. Екеуін қосамыз. Сонда мұндағы плюс y пен минус y қысқарады. X-ке x қосамыз 2x болады. Мұнда бізде екеуінің қосындысы 28 болады. Сонда x тең болады 14-ке. Енді y тапсақ болады. Y тең, мұнда екеуін қосқан кезде 26 болатын болса, y табу үшін 26-тан азайтамыз 14-ті. Сонда тең болады 12-ге. Сонда бізде бірінші сан 14-ке тең болды, ал екінші сан 12-ге тең болды. Түсінбеген есептерің болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Сау болыңдар.